Армысыздар ағайындар, мынау Қабанбай бабамыздың осы жерге келіп қазақтың батырларымен жаңағы мәслихат құрып, анау Сібек өлімдегі қалмақтың қамалын қиратқанда осы жерге жиналған жері деп кезінде құлпытас қойған едік. Енді біз келген сайын азаматтар бәріміз осы жерде аты аталған батырларға құран бағыштап жүреміз. Енді сол құран бағыштайтын келіп жүрген азаматтарға айтарымыз, осы құлпытасты қоюға себепші болған, біраз көмегін беріп қаржысын бөлген ғылым докторы Жақсыбай Бижігіт ағамызға да міндетті түрде құран бағыштап жүріңіздер. Ол кісі халық қаһарманы болған, бірнеше ордендармен марапатталған нағыз руханиятшы, қазағым деп дүниеден өткен есіл ер еді. Сондықтан келушілерге айталым, Қабанбай бабамызбен бірге, Көкжал Барақ бабаларымызбен бірге, Жарылғап батыр, Дүзбенбек, Сати батыр, Шыңғожа батырларымен Баймұрат деген түменбасы сол Жақсыбай ағамыздың бабасы болады. Міндетті түрде Жақсыбай бабамызға да, ағамызға да аруағына құран бағыштап жүрген дұрыс болады деп айтайын деп едім. Рахмет. Ал енді мынау міне өткенде менің барлық каналымда айтқанымды естіген менің каналыма жазылғандардың бәрі біледі. Өлместің суын біздің бабаларымыз кезінде шипалы суды бұқаның мүйізіне құйып ішетін болған суретінде көрсеткенбіз. Сол ырымын жасап, біз міне міндетті түрде осы мүйіз тостағандарымызды алып кеп, осы судан дәм татамыз, шипа болсын деп, осыдан біраз дәм тату керек екен. Ой, керемет. Керемет. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ал енді шаш шандағым, ана жазуларға шаш. Жазу емес, сурет. Жоқ, міне алдында. Міне алдында. Міне мына жағынан бастасам. Жоғары. 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 Ой, міне керемет. Болды, міне менің каналымдағы подписчиктердің бәрі біледі, мынау үңгірдегі сурет. Біз енді бұның құпиясын білдік енді. Білдік, сол мен тылсым танымы құпия ілім деген кітап жазып жатырмын, сол жерде айтатын боламын. Мынау міне кәдімгі біздің Зейнолла Самашев деген ағамыз бар, археолог, тарих ғылымының докторы, соғысының қорытындысы бар. Здесь стоит группа людей, совершающий какой-то ритуал дейді. Яғни бір қатарынан тұрған міне адамдар көрінді, талай көрсеткенбіз. Енді осы үңгірге тағы да келіп, бүгін бір нұрға жатайық деп келдік. Сондықтан құран оқыдық. Қазір біраз осы жерде әңгіме жүрген, сол нұрға барып жатамыз. Сол міне, кәдімгідей міне біздің бабаларымыз 17 мың жыл бұрын салып кеткен. Оны ғалымдардың айтуынша мына бүйтіп қолмен салған дейді. Қолмен, сол кезде солай болған екен. Мына жоса ғой, жоса, қызыл жоса дейді. Міне нұрға келдік. Бұл жерде енді тылсыммен байланыс бар екен дәлелденген мәселе, талай адамдар көрген. Міне қазір мынау біздің Райымхан бауырымыз қасиеті бар. Осы жерде Қабанбай бабамыздың аруағын көрген, кәдімгідей көрген. Сауытымен, басында дулығасымен көрген. Сондықтан мынаның ішінде намаз оқуға мен рұқсат еткем. Жалпы енді бұл жерде енді тікелей байланыс қой. Екі әлемнің қақпасы деп айтады Мұратбек Асанұлы. Бір қандай да болсын қуат бар, көп нәрсені біз көреміз. Осы жерге жатамыз, анау бойымыздағы ана мынаудың бәрін осы жерге тастап кетеміз. Сондай ұғым болған. Оны мен үнемі айтатындай, біз Американы ашып жатқан жоқпыз, велосипедті ойлап тауып жатқан жоқпыз. Бұл ежелгі заманынан келе жатқан. Қазақтың даласында әлі табылмаған осындай нұрлар қаншама өстіп таспен қоршап қойғандар табылып та жатыр. Мынаны біз қалпына келтіргеніміз міне. Мына жақта Ақбауыр деген жер бар, осы Ұлан ауданында.
Ол жерде де нұр бар. Осындай тастармен қоршалған екен. Ортағана тасты қойып қойдым. Ол тас нұрда тұрған сайын жаңағы қуатқа ие болады. Оны кармаус камень дейді. Оны да айтып берген мен подписчиктеріме. Қармайтын тас деген орыстар кармаус деп атап алған. Одан да ұстап отырмыз. Тіпті анау Америка жақтағы Пасха аралында да дәл осындай тас бар. Кісілер келіп екі қолын қойып қуат алып отырады дейді. Міне қазір бұйыртса мүмкін көкейіне бірдеме салынатын шығар, соны сұрармыз. Намаз кезінде не көрдің? Көрдің бе айтшы қане? Жаңа намаз кезінде сүннетін оқығанда түк болмады енді. Жеңілден жермен ашын деген өшінен өтіп тұрғандай болып тұрды да, соң кейін бір уақытта аяқ астынан мына жолдың жас қыз келе қалды. Розовый көйлек несіне сондай ашын жеңіл болып ашын бізге келе жатты да, соң бірақ неге кірген жоқ. Жанымызда тұрды дағы былай келді. Қазақша киім бе? Киімі қалай? Қазақша киімі, тақиясы, үкісі бар, иә? Несі бар, мұнда қазақ неде ұзордары бар, несімен нетілген көйлегі, сол ашын не көйлек, ұзын көйлек. Қызғылт, розовый, иә. Розовый не, белінен байланған несі бар. Сондай. Енді сондай. Қуанып жүр ме, не істеп жүр дедің? Қуанып жүр, жеп жеңіл болып ашын деген, қол ашын сілтеніп ашын деген, сондай. Қуанып жатыр, е? Қуанып жатыр. Енді мына нұрда сен бірінші рет намаз оқыдың ғой дейм, е? Вот енді осында мен рұқсат бергем, осының ішінде намаз оқи бердім. Таза жер ғой мысалы. Енді мыналардың бәрі мына тастарды біз ғайып ерен 40 шілтен деп атап кеттік қой. Соның дәлелі ретінде сол қызымыз келіп жүр ғой енді тағы да. Соны бізге көнесіз қуанып келіп жүрген енді сондай. Бұрын мен ала келіп жүргенде мынаның артында сол жерде оққан. Бұрын ана жерде оқиды, сол жақта оқып жүрдік қой. Енді осы жерде оқи беруге болады. Тазаланып, дәрет алып. Осы жерден оқып сал дегенім мен оққаным сондай міне. Соны көрдім, бірден көрдің, е? Жатыр міне. Жас бикеш. Енді атын түк айтқан жоқ, керген жоқ. Оның алдындағыдар кергендердің түрінен танығанына Путинді ар жағынан міне атаман Анинка деп сондай информация келген. Кезінде, е. Қырған ғой қазақтарды. Мына бикешті түк несі жоқ, ашын деген қуанып, ашын деген қолмен сілтеп, ашын деген о деп осай ниетке ашын деген келіп жанымызға қызыл тақия несіне бұрынғыдай үкісі бар несіне етіп сөйтіп қуанып. Тәубе. Оны бірден келіп жоримыз енді. Мүмкін аян беріп қалатын шығар. Рахмет.